Бұл видеода егоп мобайл приложениесі арқылы банковский займ, микрокредит алуға қалай отказ жасауға болады. Ол отказ уақытша жасалады, примерно 6 ай уақытқа. Бұрын ол egov.kz сайты арқылы жасалады, қазір мобильный приложениеде жасалады. Кіресіздер мобильный приложениеге налоги и финансы деген бөлімді басасыз, ол услугида тұрады, міне уже шығып тұр. Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов, яғни өз бетіңізше бас тарту деп аталады. Оның қазақшасы авторизация бұрын жасалған болсаңыз, быстрый код арқылы сіз доступ жасай аласыз, яғни кіре аласыз мобильный приложениеге, налоги и услуги, отказды басасыз, одан кейін запрос жібересіз, яғни сіздің данныйыңыз шығады, запрос жібересіз, отправить запрос деп, сол кезде сіздің данныйыңыз экранда көрсетіледі, содан кейін код арқылы сіз подписать етсеңіз, сіз өзіңіз бас тартқан болып саналасыз займ және кредит, микрокредит алудан. Ол белгілі бір уақытқа ғана отказ жасалына алады. Бұрын бұл egov.kz сайты арқылы ЭЦП менен отказ жасауға болатын. Қазір бұл қызмет түрі мобильный приложениеде де уже доступны болған. Сондықтан да қазір компьютермен кіріп қажеті жоқ. Запрос жібересіз и подписать услуги жасасаңыз, код арқылы сізде 6 ай көлемінде өзіңіз бас тартқан болып официально саналасыз. Енді бұл өзі жаңағы еріксіз алып қоятын адамдарға қатысты шығар.